Келесі мысал. Екі бірдей нүктелік заряд вакуумде 0,4 миллиньютон күшпен өзара әрекеттеседі. Олардың арақашықтығы 5 см. Әр зарядтың модулі неге тең? Жазайық, берілгені. Зарядтар тең дейді, Q1 тең Q2. Күш бар дейді, 0,4 миллиньютон. Қашықтығы 5 см. Каны өзіміз жазамыз, 9 оның 9 дәрежесі деп. Ньютон метр квадрат бөлінген кулон квадрат. Өлшем бірлігі. Вакуум болғасын эпсилон 1-ге тең. Табу керек. Q1 ол Q2-ге тең, осының табу керек модулін, яғни мәнін. ХБЖ-ға айналдырамыз. Так, ол 4 миллиньютон, 4 оны минус 4 ньютон. 5 сантиметр 10 минус 2 дәрежесі метр. Талдау. Кулон заңын жазамыз. К Q1 көбейту Q2 эпсилон R квадрат. Бізде Q'лар өзара тең. Сол себепті Q'ны Q өйткені Q квадрат болады. Пропорцияны қолданамыз. F E R квадрат K Q квадрат. Бұдан Q квадрат табамыз. Күш көбейту диэлектр өтімдік қашықтық квадраты бөлінген K болады. Сосын түбір табамыз. Модуль болғасын плюспен аламыз. F E R квадрат бөлінген K. Шешуі. Енді сандық мәндерін қоямыз, болды. Q тең болады, түбір астында. F деген бізде 4 оны минус 4 дәрежесі, эпсилон деген 1, R деген 5 оны минус 2 дәрежесі, сыртында квадрат, түбір, K деген 9 көбейту оның 9 дәрежесі. Тең болады. Осыны калькуляторым есептейміз. Сонда бізде шығады түбірден 10,5 ньютон кулон. Нано кулон. Нано деген оны минус 9 дәрежесі.